Студиямыздың төрінде Серік мырзаны таңдап келген ерекше үміткер. Келіңіз. Иә, қош келдіңіз. Қош көрдік. Есіміңіз? Аягөз. Аягөз, жасыңыз? Жасым 24-те. 24-те. Түсінікті, қай жақтансыз Аягөз? Қызылорда қаласы Жаңақорған ауданы. Жаңақорғаннан. Түсінікті. Неге біздің Серік мырза? Неге? Серік мырза өткені үйленуге дайын. Уже бұдан кейінгі қадамы үйлену екенін мен білдім. Кішкене толықтырам. Келдіңіз. Жаңа айтты ғой, менің жанымда ғана кисе болады деп. Сосын негізі қатты ғашық емес еді, сонда да сәл жауап киімді ауыстырып келдім. Сонда Серік мырзаның сөзіне бола жарнамада киім ауыстырдыңыз ба? Мәссаған. Серік мырза, шымылдықты ашпай сөзіңізді жүргізіп жатырсыз ғой. Рахмет, Аягөз, мен қуаныштымын. Таныстығымыз жалғасады деп ойлаймын. Енді жаңағы маған ұнап жатқаны, жаңа күліп жатқансыздар, ұнап жатқаны, тыңдап жатқаны. Дұрыс. Иә, тыңдағаны маған Виктория кішкене тиісіп кетті ғой, сен сондай приколдар түсіріп жүрсің деп. Мен соны жауап беріп кетейінші, қалайсың. Ол кезде мен қатты стресте болдым. Өзімді даже немен алдайтынын білмедім. Маған сол кездерде өтірік болсын, күлкі керек болды. Ал қазір шықтым, бәрін жеңдім. Өйткені қазір прикол түсірмеймін. Солай айтайын. Ақтөре, сен жылатада да жүреді екенсің қыздарды. Не вали сенікі? Қай жерге қарамасаң жылатып жүреді екенсің.